Мынау енді әдемі дәмді мини самсалар. Сонымен ұнға бөлме температурасындағы сары майды салып араластырамыз. Бөлек ыдысқа қаймақ немесе айранға бір жұмыртқа тұз салып араластырып ұнымызға саламыз. Разрыхлитель саламыз. Жақсылап қолмен араластырып жұмсақ қамыр елейміз. Қамырды 20 минутқа дейін ұстаймыз. Етімізге пияз, картоп, тұз, бұрыш салып жақсылап араластырамыз. Қамырды бірнеше бөлікке бөлеміз. Весімен өлшеп шамамен 40 грамм етіп аламыз. Оқтаумен жайып алып, етімізді салып, екі жағын жабыстырып аламыз видеодағыдай. Сосын бүріп өреміз. Самсаның бетіне жұмыртқаның сарысын жағып аламыз. Күнжіт сеуіп, пеште 30 минут пісіреміз. Міне самсаларымыз осылай дайын болып шығады. Қыздар, мен каналымда оңай, тиімді тағамдар жасап, сіздермен бөлісетін боламын. Менің каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп алыңыздар.